Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен мынандай чизкейк пісірдім. Бірінші рет. Көптен ойымда жүрген болатын. Ол рецепті мен өзім ютубтан алдым, жасап көрдім. Рецептке сәйкес жасалады екен. Бірақ сіздерге беретін бірнеше нұсқаулығым бар. Ол біріншіден пісіруге байланысты. Чизкейкті 170 градуста пісіреміз, 60 минуттан 80 минут аралығында. Бірақ мен 60 минутқа қойып таймерде кетіп қалдым, беті кішкене сарғай кетті. Чизкейктің беті сарғаймай ағарып тұрғаны дұрыс сияқты менің ойымша, сондықтан қарап отырыңыз. Егер де ол кезде чизкейк піспей жатса, температурасын азайтыңыз. Немесе температурасын азайтып, бетіне фольга жабыңыз. Екіншіден, водяная баняда пісіретін болғандықтан, фольганы мынандай жуанырақ алған жақсы, форманы біркелкі жабатындай қылып жан-жағына. Мен үшке бүктеп жасадым, сондықтан су кете ме деп қорықтым, бірақ су кірмепті, печеньесі соғалпы. Үшіншіден, мен темір форманың отысында қалдырдым, себебі оны мына ыдысқа, тарелкаға жайғастыра алмадым. Себебі қорықтым, енді дымқыл болып кетті ма деп, бірақ дымқыл болмапты печеньесі. Оны бір тарелканы екінші тарелкаға салып, кейбірі аударып салуға болады. Чизкейк өте дәмді, жасап көріңіздер. 200 грамм печеньені блендердің көмегімен немесе оқтаумен ұнтақтаймыз. Мынандай печеньелер. Бұрын біз осындай печеньелердің арасына нанға май жағып жейтінбіз. Бала кезімізде. Печеньенің ұнтағы дайын. Майды ерітеміз. Май еріді. Печеньенің ұнтағына майды құйып араластырамыз. Дайындап алған формаға печеньені саламыз. Және бұлайынан жейміз. Стақанның түбімен тығыздап басып шығамыз. Енді печеньемізді 180 градуста қызып тұрған пешке 10 минутқа қоямыз. Пысқан печеньемді духовкадан алдым, енді суытып қоямын. Комнаталық температурадағы сыр, сливочный творожный, сахарная пудра және ванилин. Қант ұнтағы, сахарная пудра. Енді ең төменгі скоростьта үшеуін араластырамыз. Сонымен міне араластырып болдық. Енді жұмыртқа қосамыз. Бірінші жұмыртқаны қосамыз. Төменгі скоростьта араластырамыз, біркелкі болғанша. Екінші жұмыртқаны қосамыз. Немесе жұмыртқаны мынадай венчикпен араластыру керек. Себебі массамыз қатты көпіріп кетпеу керек. Қатты көпіршіктеніп кетсе, онда чизкейктің бетінде трещина, жарық пайда болады. Сондықтан ақырын ғана венчикпен жасау керек. Мен оны ұмытып кетіппін. Енді лимон цедрасын қосамыз. Тағы да араластырамыз. Енді сливке қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Фольга қағазын 3 қабаттап алдық. Енді оған форманы қоямыз, печеньесі. Жан-жағынан форманы суға қоятындықтан осылай жасаймыз. Жағын аударғанда мынандай бір тегіс болу керек. Мынау менің жаңағы креміміз. Чизкейкке арналған. Енді мына формаға
құямыз. Бетін жөндейміз. Кремімізді құйып болды. Енді дайындап қойған формаға ыстық қайнаған су құямыз. Формамыздың жартысына дейін келу керек ол. Енді алдын ала қызып тұрған духовкада 170 градуста 60 немесе 80 минут пісіреміз. Дайын чизкейктің беті ортасы дірілдеу керек. 1 сағат уақыт кетті. Чизкейк былай болса қолға жабыспау керек, ортасы кішкене аздап дірілдеу керек. Енді духовканың бетін 1 сағат ашып қойып, осылай қалдырамыз, өшіріп. Ой, бетін абайтсызда басып жердім. Осы комнаталық температурада суытамын да, арғарда холодильникке қоямын. Бетін пищевая пленкамен жауып. Сонымен чизкейгіміз түні бойы холодильникте тұрды. Бетіндегі пленканы алып тастаймыз. Пышақты суға малып алып, жан-жағынан жүріп өтеміз. Чизкейкті формадан босаттым. Енді мына табаққа бетін ауыстыру керек. Видеода рекомендует былай алып, бетін аударып, мына табаққа қоюға. Енді солай жаса көрейін десем, мынау жабысы қатты алынбайды. Сондықтан мен оны алмаймын. Бұзып алуға бетін қорқып тұрмын. Сондықтан бұны былай осы астындағы темірмен қоя салам. Өте дәмді чизкейк. Астындағы печеньесі дымқылданбапты, дұрыс екен. Су емес екен. Творогпен жасалған чизкейктен айырмашылығы бар. Өте дәмді. Как? Вкусно? Лайк? Супер! Як. Дәмді ме? Як. Ой, рахмет. Ас болсын. Қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.